Екінші наурызға арналған жолдас жорамал. Тоқта, өзімшіл болмаңыз. Жұлдыздар бүгінгі күні жақындарыңызға көбірек көңіл бөліп, олардың мәселелерін шешуге ортақтасып, қолдау көрсетуге кеңес береді. Егер жақындарыңыздың бірімен шиеленіс қарым-қатынас орнаса, бүгінгі күні оны түзетіп, жақсартуға мүмкіндік бар. Мұның барлығы сіздің жалпы күніңіздің атмосферасын жақсартып қана қоймай, сізге іштей өз-өзіңізге қанағат сезімін сыйлайды. Торпақ, өзіңізге деген сенімділікті көрсетіп қана қоймай, өзгелермен ортақ тіл таба білетін, бір келісімге келе алатын дипломат ретінде өзіңізді көрсетуге тырысыңыз. Кей адамдардың таңдауына, іс-әрекетіне қарап баға беруден аулақ болыңыз. Әр адамның өз таңдауы, өз қалауы, тіпті дара мінезі болатын естен шығармаңыз. Бүгінгі күні көзқарасыңызды өзгертуге ықпал жасайтын бір оқиға орын алуы мүмкін. Бастысы, жан-жағыңызда болып жатқан жағдайларды басты назарда ұстаңыз. Егіздер, бүгінгі күні мінсіз қызметкердің бойында бар барлық қасиетті көрсете аласыз. Барлық жерге кешікпей дер кезінде барып, шиеленісті жерлерде төзімділік танытып, жылдам шешім қабылдау керек жерлерде тапқырлық таныта білесіз. Бұл іскерлік тұрғыдан өте сәтті күндеуге болады, сондықтан да жаңа бастамалар мен маңызды кездесулерді, күрделі әрі жауапты шаруаларды атқаруды көп ұзатпай бүгін қолға алыңыз. Нәтижесі жаман болмайды. Шаян, өте мұқият болмасаңыз, айналаңыздағы пасық әрі іштар адамдардың сізге зияны тиіп кетуі мүмкін. Сіздің беделіңізді түсіру үшін жалған өсек таратып, сізді шатастырып, әйтеуір жаманат тығып шығаруға барын салады. Мұндай адамдарды өз ортаңыздан дер кезінде ажырата біліңіз. Әйтпесе, олардың алдағы уақытта да сізге көп зияны тиюі мүмкін. Сол себепті де бүгінгі күні ешкімге сенім артпаңыз. Барлық ақпаратты дер кезінде өзіңіз тексеріп алыңыз. Арыстан, сіздің адресіңізге әдеттегіден гөрі көбірек сын пікір айтылуы мүмкін. Жақындарыңыз сізбен жиі сатиралық әзіл айтса, басшылық тарап тіпті қатаң ескерту формасындағы сыни пікірлерін жаудыруға ғажап емес. Сол себепті де күніңізді жағымды энергияға толтырмас үшін барынша әзілге жақын, әрі еш нәрсені көңілге алмауға тырысаңыз. Тіпті үндеме қойғанда дұрыс. Сонда сіз көп нәрсе ұтасыз. Бегеш, көп бекештер жалғыздықты сезініп, жандағы адамдардан жылулық, олардың сәлде болса да өздеріне көңіл аударғандарын қалайды. Жұлдыздар жұмыста әріптестермен көбірек сөйлесіп, ортақ шаруаларды талқылап, тәжірибе алмасуға кеңес береді. Яғни, өз ортаңызбен көбірек сөйлесуге тырысыңыз. Достарыңызбен байланысыңыз. Олардың қоңырау соққанын күтпей, өзіңізде инициативаны қолға алыңыз. Таразы, адамдармен сөйлесу барысында барынша ұстамды болыңыз. Төзімсіздік танытып, сыни пікірлер айтар болсаңыз, аяқ астынан ұрыс жағдай орын алып күніңіздің шырқай кетуі мүмкін. Өз ойыңызды, пікіріңізді іште сақтаңыз. Пайдалы, әрі қажетті болар жаңа хоббиді қолға алуға болады. Мысалы, бір мезгіл кітап оқу, серуендеу, рухани жаттығулар жасау. Саршаян, бүгінгі күні біраз саршайындар күші сарқылғандай әсерде болады. Сол себепті де таңғы уақытқа маңызды шаруаларды жоспарламаңыз. Жалпы ауыр жұмыстарды атқарудың бұл күні еш мәні жоқ. Қанша тырыссаңыз да нәтижесі сіз қалағандай болмайды. Бұл күні айналаңыздағылармен бір толқында болып, олардың қолдауына ие болып, топтық шаруаларды атқаруға болады. Мерген, кей дүниелер қолыңыздан келмей жатқандай, қандай да бір кедергі тұрғандай әсердесіз, алайда басты кедергі өзіңіз болуы мүмкін. Болмашы кішігірім нәрселердің өзіне ашуланып, мән бермейтін сөздерге қызбаланып шығудың қажеті жоқ. Айқай-шу, ашу-ыза бар жерде ешқандай жақсы нәтижеге жете алмайсыз. Сондықтан да ең бастысы айналаңызда тыныштық орнатып, әрбір істі ойланып барып атқарыңыз. Тәуешкілер бүгін ағартушы, коучер немесе кеңесшінің рөлін атқарады. Айналасындағыларға білгенін айтып, қолдау көрсетіп жүреді. Алайда, өзіңізден кеңес сұрамаған адамдарға жаныңыз ашып, білгеніңізді үйретудің қажеті жоқ. Себебі, кей адамдар сәтсіздікке ұшыраса, оның барлығын сізге жабу ғажап емес. Сол себепті, өздері сұрамайынша бірінші болып кеңес айтудың еш қажеті жоқ. Қарсыластарыңыздың санын көбейтіп алғыңыз келмесе, бүгін ешкімге сын айтпаңыз. Су қойғыш, сәттілікке жету үшін күрделі, ұзақ ойлануды қажет ететін амалдарды таңдаудың қажеті жоқ. Бұл күні сіз қарапайым әрі үйреншікті жолмен ақ біраз жетістікке жете аласыз.
тәжірибе жасап батыл қадамға баруға болады. Жаныңыздағы адамдармен ашық сөйлесіп, олармен бір деңгейде пікір алмасудың арқасында көп нәтижеге жете аласыз. Тағы да еске саламыз, қарапайым әрі үйреншікті амалдарды таңдаңыз. Балықтар, жұлдыздар тағы да нақтылықты, шынайы өмірге шынайы реалистік көзбен қарау керектігін ескертеді. Көңіліңіз бір ғажайыпты қалайды, дегенмен де барынша қазіргі жағдайларға көбірек мән беріп, осы күнгі атқаруыңыз керек шаруаларды атқаруға күш салыңыз. Сіз күткен ерекше жағдай алдағы күндер орын алуы ғажап емес. Ол үшін негативті болжам жасамай, тек жақсылықты күте біліңіз. Не ойласаңыз сол болады дейді, сондықтан да жақсы нәрсені көбірек ойлаңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.